Ертең бізде ерекше күн, жолдасымның туған күні, асыл жарымның және шоуның тұсаукесерін жасайын деп жатырмыз. Соған мерекелік тортты өзім жасайын деп шештім. Бірақ торт жасамалы көп болды, қалай шығады, шықпай қала ма деп қобалжып тұрмын. Шықпай қалса деп на всякий случай магазинде тортын алып қойдық. Енді бірге жасап көрейік. Болды, мен тек өзімізге, отбасымызға ғана жасаймын. Керемет, прям ондай жасай алмаймын, самоучкамын. Егер шықпай қалса или кондитерлер мені көретін болса, қатты сөкпеңіздер, өзіме қызық болып тұр қалай шығатыны. Ал бірге жасап көрейік. Ал кеттік жасап көрейік. Бізге ең алдымен 4 жұмыртқа, қант және қойытылған сүт, ұн және қопсытқыш керек болады, және ерітілген маргарин сәл суытып. Мен өзім үйренгендіктен на глаз сала беремін, бірақ қажетті рецепт граммдарын асықпай өлшеп, астына жазып кететін боламын. Біздің тестамыз блинныйдың тестасы қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, сондай теста шығу керек. Барлығын араластырып алдым: жұмыртқа, маргарин, қант. Енді онды електен өткізіп, міндетті түрде електен өткізу керек. Електен өткізіп, одан кейін үстіне қопсытқышты қосып араластырамын. Жаңа айтып кеткендей, блинныйдың тестасы қатты, сәл қою, қатты сұйық та емес, сондай теста шығу керек. Асықпай бәрін електен өткізіп дайындап аламыз. Мен өзім қиындатқанын жек көремін. Рецепті осылай оңайлатып жасаған жақсы көремін. Көз мөлшермен осылай сала беремін. Граммен прям олай. Ең бірінші жасаған кездерде ғана қараймын да, одан кейін үйреніп алғандықтан солай жасай беремін. Және кейбір рецептерде менде жоқ зат болса, онда оны басқа затпен алмастырып жасай беремін. Одан менде шықпай қалып, ондай болған емес. Именно сондай зат деген менде жоқ. Мен қиындатпай, оңай способтарды жақсы көремін. Осылай бәрін венчикпен ғана араластырдым. Бұл жерде миксерді қолданған жоқпын. Миксерменде тек қана кремге ғана қолданатын боламын. Тестамды араластырып, дайындап, тынықтыруға қоямын. Мен пергаментке дөңгелектерді сызып дайындағанша бұл тынығып тұрады. Бәрін жақсылап, астында қалып қоймау керек, комок қатты болып қалмау керек. Бәрін жақсылап араластырып алдым. Жаңағындай көтеріп, қоспасын қарап отырмын. Қою емес, қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Осындай теста шығу керек менде. Араластырып, жақсылап дайындап алдым. Тағы да жақсылап бірнеше рет араластырып жібердім. Болды, осымен мен тестам дайын. Тынықтыруға қойып қойдым. Енді кезекте пергаментті алып, кругтың көмегімен тортты жинайтын ыдысты өлшеп алдым да, сол кругты карандашпен сызып дайындап алдым. Сол кругқа мен қасықпен салып, тестамды алып пісіретін боламын. Осылай пергаментке дайындап, бәрін сызып алдым. Кругты өлшеп алғаннан кейін қасықпен салғанда мен үлкен қасықпен 2,5 қасық саламын. Тез піседі, сондықтан 4 пергаментті дайындап аламын да, 4 пергаментті мен тез ауыстырып отырамын. Именно осы жерде пергамент өте жақсы болу керек, жабысып қалмайтындай, тез ақ түсетіндей, осылай оңай алыну керек, вообще жабыспау керек. Менде духовканы 180 градустан асырып қоямын, тез піседі. Енді кремге келетін болсақ, мен жаңа сливкиді көрсетіп кеттім. Осындай 33%-дан жоғары сливки, және крем-чиз және маскарпоне алдым. Осыларды мен қолданатын боламын. Ең алдымен сливки салқын болу керек. Ыдыстың іші су, ештеңе болмау керек. Бәрін жақсылап тазалап аламыз. Араластырып, кішкене сливкиді қоюлатып аламыз. Қоюлатып алғаннан кейін оның ішіне уже қоспаларын қосамыз. Сахарный пудра менде нәрде килограмм, мен жартысын қосамын. На глаз қосып отырмын. Қанша кететінін жазып кетемін тағы да. Келесі мен крем-чиз және маскарпонені тоже қосып араластырып аламыз. Негізі сливочный крем өзінің молочный девочканың кремі осылай дайындалады бұл жерде. Мен тек өзім қазір сәл өзгертемін. Қалай өзгертетінді қазір көрсететін боламын. Барлығын өлшеп дайындап алдым. Бұл крем менде 1 торт 1 рулет шығады, немесе 2 тортқа жетеді және қалады. Осы қызыл тегештің ішінде тұрған крем. Ал крем-чиз және маскарпоне бұлар менде қалады. Тағы сливки алып, тағы да жасасам, келесі тортқа дейін тұрады. Менде желтоқсан айында туған күндер көп болғандықтан мен бұларды тез қолданып тастаймын. Көп тұрып қалуына болмайды, себебі бәрін жақсылап дайындап алдым.
Енді миксермен осыларды жақсылап араластырып қойылғанша, іртік болмай бәрі біркелкі болып шыққанша араластырамыз. Мединаларда әлі қалды. Мынау кремде еще 2 торт қашты, еще грузмандар қалды әлі. Осылай қалдыруға болады. Крем ғой, обычный сливкімен жасалған крем ғой. Мен пломбирный жасағым келіп тұр, сондықтан мен мынандай варенка қосамын. Осылай көрсетейін. Крем дайын. Енді тортты жинауға кірісеміз. Мен осындай торттың ыдысын сартып алдым да, астына кішкене крем жағып, кальцомды орналастырып, барлық қорждарымды бірдей қылып қиюға тырыстым. Енді крем, корж қылып жинай береміз. Және бәрін жинап болғаннан кейін үстіне груз қойып, түнге қалдырып қоямын. Менде бұл жерде 10 корж шығыпты. 10 корждан әжептәуір биік торт шықты. Және кремім де өте мол болды. Қалды сыртына да. Одан кейін мен бұл креммен тағы да меренговый рулет жасадым. Бұл рулетті де көрсетіп кететін болам келесі видеоларда. Және осы креммен мен сол рулетке де қолдандым. Осылай әдемі болып видео түсіріп тұр едім. Тортты уже жинап бәрін болып қалған кезде штативті келіп құлатып, соткам прям торттың үстіне құлап, торт мыжылып қалғаны бар. Ол келесі күнде уже түспей қалыпты. Тортты уже алып шығып жасап атқан кезімде. Әлбетте мен жанында көмекшім жүреді. Онсыз болмайды. Көмекшіме кішкене крем беріп қойдық. Коржды кеспеппін. Бұл коржды да қазір шеттерін кесіп түзулеп жинайтын боламыз.
жинап болдық. Соңғы көзді орналасқаннан кейін бетіме салфанды орналастырып, сол салфанмен бетін жауып, бет қамасын деп үстіне груз қойып түнге жібердім. Холодильникке сен көреміз енді қалай шығатынын. Мен именно сыртын әдемілеуден жоқпын, сондықтан да өте қобалжып тұрмын. И очень болмаса